Сіздерге шок болатын нәрсе айтқым келіп тұр. Бүгін мен мына үстімдегі домашний одежданы қанша теңгеге алып деп ойлайсыздар? 2300 теңгеге алдым. Представляете? 2300 теңгеге мен үйге киетін киім алдым. Пижама. Сіз қазір 2300 теңгеге пижама түгілі халатты таппаймыз ғой. Былайынша айтқанда штапель де таппаймыз, ә? И сонымен 2300 теңге екен білген соң мен деген өзіме ғана емес, жақындарыма, туыстарыма, отбасыма барлығына неше түрлі разноцвет етіп 21 түрлісін алып алдым. Осы стористі бизнес бастаймын деп жүрген жандар болса мұқият тыңдаңыздар. Ал енді достар, бар жоғы 50 мың теңгеге сіздер бизнес бастай аласыздар. Ол қандай десеңіздер, 50 мың теңгелік сетті ала отырып, сіздер 21 түрлі үйге киетін киімдер аласыздар. Ол яғни двойка бар, оның ішінде халат бар, оның ішінде штапель бар, неше түрлі үйге арналған киімдер. Сонда 50 мың теңгеге 21 штугын алғанда сізге 2380 теңгеден бір штугы айналып тұр да. Ал сіз оны кемінде 10-15 мыңға сатасыз біреуінің өзін. Енді достар, бұл сетті қайдан аламын, кіммен сөйлесемін дейтін жандар болса, Айгерімге жазсаңыздар болады, WhatsApp-ына немесе Instagram-на кіріп қарасаңыздар да бірнеше сеттардың түрі ұсынылған. Сол жерден өздеріңізге керек сетті таңдап алып, бизнес бастасаңыздар болады. Ал енді достар, качество жағынан жаңағыдай еш уайымдамасаңыздар болады. Мен өзімде киіп отырмын біреуін, барлығы күшті, сапа жағынан и размер жағынан да күшті болып тұр да. Бұл жерде маломерка емес, үлкен размерлерге дейін бар киімдер ше, жаңағы сеттің арасында 56-60 размерге дейін таба аласыздар. Көп жерде ондай размердегі үйге киетін киімдер жоқ, сол жақтан ұтымдырақ болып тұр. Және достар, енді Айгерімді де танисыздар, халықтың алдында жүрген қыз, ол да енді анау-мынау дешевый вишманский заттар сатып ғой. Сол сияқты осы бизнес бастаймын деп жүрген жандар болса, жазып алып үлгерсеңіздер болады. Енді орын саны да шектеулі ол жақта. Осы менің оқырмандарымның арасында дәл мен сияқты осы мына жүгері көжені жақсы көретіндер бар ма? Мен деген мына жүгері көжені деген сүйем ғой. Айранмен араластырып қойсам деген бұл бір керемет нәрсе болады ғой. Жалпы негізі токсикоз, жеріктігім барлығы осымен басылды меніңше. Мен негізі осыған жерік болдым.